Sayın dostlar, hayırlı күн құрметті көрермендер, Қызықтаймыз бағдарламасына қош келдіңіздер. Дәл қазір Қызықтаймыз бағдарламасында қонақта көрнекті жазушы, бүгінде қазақ әдебиетінің шоқтығы биік шығармасы, әлемнің 68 тіліне аударылған "Менің атым Қожа" повесінің авторы Бердібек Соқпақбаев. Бердібек аға, бүгін сізді "Өлгендер қайтып келмейді" шығармасын талқылау үшін қонаққа шақырдық. Бұл романда жазуға не түрткі болды? Бұл романды енді балдарым білесіңдер ғой. Бала еркін, бақытты шағында өмір сүріп жатқан бала еркіннің сұрапыл соғыспен қатар келген қиындығы, боз бала еркіннің жігіт еркін болып көрген бүткіл қиыншылығы осы бір 3 дәптерден тұратын романды жазуға маған түрткі болған болатын. Қараңыз аға. Ой, бұған не болған? Өзі байыпты. Өзінше болып кеткен. Керек емес. Ойбай, тіпті қайтарған ақша айта саламай. Бұл көрініс сізге таныс па? Қандай естелік айтасыз? Таныс әрине балдарым. Бұл менің үлкен қиындықпен жазған 3 дәптерден тұратын романымның алғашқы дәптеріндегі көрініс қой. Бұл жерде енді бала еркін ағасы Сәрсенбайдың келіншек алып келді дегеніне қуанып үйіне келгенде төргі бөлмеден 2 әйел адамды көреді. Сол әйел адамның біреуі жас осы Ғалия еді. Сол бір көргеннен ұнатқан Ғалиямен ұлы достыққа ұласып, достықтары махаббатқа ұласқан еді. Бердібек аға, барлық шығарманы бірінші жақтан жазасыз. Соған қарағанда басты кейіпкер өзіңіз болғаныңыз ғой. Осы романдағы басты кейіпкер еркін мен сіздің өміріңіз қаншалықты ұқсас? Шығарманың сіз үшін әсерлі тұсы қандай? Дұрыс сұрақ. Осы сұрақ менің үнемі алдымнан келеді, қарақтарым. Иә, шығармадағы еркіннің тағдыры ол менің тағдырым. 90% менің өмірім. Ал енді шығармадағы әсерлі жеріне келетін болса, ой, еркін, жас еркін түрмеден түседі ғой. Сол түрмеде не бір қиындықты бастан өткізеді. Сол қиындықты жеңе білген еркіннің шыққаннан кейінгі асығып ауылына келіп, қарт анасымен қауышуы өте әсерлі жер мен үшін. Сол ана мен баланың қауышуы. Өлгендер қайтып келмейді романының ерекшелігін айта кетсеңіз. Ерекшелігі бұл енді балдарым, сол сұрапыл соғыс кезіндегі ауыл халқының шынайы өмірі, шындығы. Бала еркіннің арманы, қанша қиындық көрсе де, ешбір қиындыққа мойымайтын бойындағы қайсарлығы, өжеттігі, шыншылдығы бұл романды оқыған әр ұрпаққа үлгі насихат болары сөзсіз. Құрметті көрермендер, биыл балалар әдебиетінің алып бәйтерегі Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 100 жыл. Жазушының "Өлгендер қайтып келмейді" кітабы республикалық "Бір ел, бір кітап" акциясына енгендіктен мектебімізде мерекелік шаралар жоспар бойынша іске асырылуда. Көріп отырғанымыздай, 1974 жылғы 2 ақпандағы әкеңіздің берген сұхбаты аяқсыз қалғандай. Самал Бердібек қызы, қалай ойлайсыз? Әкеңіздің арманы орындалды ма? Әкемнің арманы орындалды деген ойдамын. Кітаптың берер тәрбиесі мол. Өскелең ұрпақ "Өлгендер қайтып келмейді" романын одан әрі оқыса, патриоттық сезімі оянса, әкемнің арманы орындалды деп ойлаймын. "Өлгендер қайтып келмейді" романының аяқталуы сізді қызықтырса, кітапханамызға келіп, осы кітапты оқып, ой бөлісуге, кітап талқылау кешіне, әдеби кештерге белсене қатысуға шақырамыз.